Басқа өмір формаларын көріп қана өз өміріңнің ақиқатын сезіне бастайсың. Ойынға айналған жерде ойда ештеңе айтқысы келмей қалады. Ойланып, шешім қабылда. Шешім қабылдап, ешқашан ойланба. Бағалай білмегенге бақ қонбайды. Қуана білмегенге құт қонбайды. Бір нәрсені қалпына келтіру үшін жаңа құрылымды бұзу керек болатын кезде аз емес. Қиындыққа тап болсаң, өзіңе сен. Ақымақтан асқан жауың жоқ. Кейде бір сәттің өзі алтыннан да қымбат. Өз жүрегіңнің ұстазы бол. Жүрегіңе сені басқаруға мүмкіндік берме. Нәтижеден қорықпаңыз. Егер сіз алға қадам жасасаңыз, сіздің қадамдарыңыз жолды жасайды. Бір аурумен ауыратын науқастар бір-біріне жанашырлық танытады. Бақытсыз адамдар бір-бірін түсінеді. Ит босқа үрсе де, оның артынан бірге жамырай өретіндер табылады. Салқын шай мен тамаққа төтеп беруге болады. Бірақ суық сөз бен көзқарасқа шыдау мүмкін емес. Ақылды адам үйренуді, ақымақ үйретуді жақсы көреді. Ашушаңдық адамды бір сәтте ақымаққа айналдырып жібереді. Қазіргі заманның нашар тұстарының бірі өзіне сенімділердің ақымақ болуы. Ал кішкене болса да ой қиялы мен түсінігі барлардың күмәнға толы болуы және тәуекелге бара алмауы. Өзінің түйедей мінін көрмеген, біреудің түймедей мінін көрер. Ақымақ болып туылу ұят емес. Ақымақ болып өлу ұят. Ақымақ кісіні мақтасаң, ақылынан айырылады. Ақылды кісіні мақтасаң, көп ойланады. Кейде бір парақ батып кетіп, тас жүзіп жүреді. Өтірік жылдам шабады. Шындық қадам-қадам басады. Бірақ сонда да уақытында жетіп келеді. Адам сыртқы көрінісімен қарсы алынады. Ішкі дүниесімен шығарып салынады. Ағаш қаншалықты биік болса да, жапырақтары жерге түседі. Бірі екіншісіндей дәрежеде бай болған кезде бауырлар бір-бірін жақсы көреді. Өзгені айыптағаныңдай, өзіңді айыпта. Өзіңді кешіргеніңдей, басқаларды кешір. Тасты тесетін судың күші емес, тамшылардың тұрақтылығы. Кетіп бара жатқанды жолынан қалдырма, келгенді асықтырма. Орнынан қозғалмаған адам ешқашан сүрінбейді.
Түпсіз терең теңіз майда өзендерді менсінбейді. Кім биікке көтерілгісі келсе, сол саты ойлап табады. Қайғы жыртылған киім секілді. Оны үйге тастаған жөн. Жанға жылу сыйлайтын бір сөз 3 ай қыстан тоңбай өтуге көмектеседі. Ойланып барып, шешім қабылда. Шештің бе, ойланба.